Hello dear my students, how is it going? Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқушыларым, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз 4-ші сынып ағылшын тілі 82 және 83-ші беттегі 6-шы тарау, яғни 6-шы бөлім Healthy World тарауын бастаймыз. Және де сол беттегі жаңа тақырып Healthy Bodies тақырыбын өтетін боламыз. Сол тақырыптағы тапсырмаларды орындаймыз. Ендеше кеттік, бірінші тапсырмаға қарайық. Exercise number 1. Look at the picture, answer the questions. Суретке қара дейді, яғни 82-ші бетте берілген суретке қарап, осы сұрақтарға жауап бер дейді. Бірінші сұрақ бізде. Where are the children? Балалар қайда дейді, қайда отыр дейді. Олар бізде асханада отыр, иә? Мектеп асханасында. Оны біз ағылшынша былай аударамыз. They are in the canteen. Екінші сұрақ бізде. Can you name any of the food? Ол суретте тұрған тағамдардың аттарын айта аласың ба дейді. Ол жерде көріп тұрғандарыңыздай оқушылар, бір оқушы сэндвич жеп отыр, иә? Сэндвич деп жазсақ болады, және де салат жеп отыр ол бала. Ол салаттың яғни ішіндегі заттар, мысалға tomato, яғни қызанақ жеп отыр, және де оның қасында tangerine, яғни мандарин бар, иә? Және де алманың суретін көрсек болады, ол бізде apple деп жазсақ болады. Үшінші сұраққа қарайық. Is the food healthy дейді, яғни оның жеп отырған тағамдары пайдалы ма дейді. Көріп отырғандарыңыздай салат жеп отыр, иә? Пайдалы көкөністерден жасалған. Ол салат бізде пайдалы. Yes, the food is healthy деп жауап берсеңіздер болады. Төртінші сұрақ. What do you usually eat at school? Сен мектепте әдетте не жейсің дейді. Мысалға тоқаш, яғни булочка жейтін болсаңыздар, бан деп жазсаңыздар болады, және де сосиска, мысалға шұжық жейтін болсаңыздар, sausage, және де шырын ішетін болсаңыздар, juice немесе жай ғана су болса, water деп жазсаңыздар болады. Келесі жаттығу оқушылар. Exercise number 2. Read and choose. There are 2 extras. Оқы және таңда дейді. Бұл жерде екеуі артық сөйлемнің. Яғни healthy eating деп тұр. Пайдалы тамақтану жайындағы 3 сөйлемді таңдап жазуымыз қажет. Ендеше оқушылар бірінші сөйлемді оқып аударайық. Gives your body what it needs to work properly. Сенің денеңе дұрыс жұмыс жасау үшін, яғни жұмыс жасау үшін қажеттіні береді дейді. Бұл сөйлемде яғни жазамыз. Екінші бізде gives you more energy. Саған көп энергия, яғни күш қуат береді дейді. Бұл сөйлемде де жазамыз. Үшінші сөйлем makes you fat дейді. Сені яғни теміртеді, толық қылады дейді. Бұл сөйлемді жазбаймыз. Төртінші, stops you getting sick. Сені ауру болудан тоқтатады дейді, яғни сені ауру қылмайды дейді. Бұл сөйлемді де жазамыз. Бесінші, makes you feel sad. Сені жаман сезіндіреді дейді, яғни бұл сөйлемді жазбаймыз. Келесі оқушылар. Exercise number 3. Make sentence to complete the poster. Яғни бұл жерде сөздер берген, сөйлем құрауымыз қажет, дұрыс орнына қойып, постерді толықтыруымыз қажет. Біріншісінде, яғни көрсетілген eat more fruit and vegetables дейді, яғни көп жемістер мен көкөністер же деген сөйлем. Екінші бізде active, get, day, every деген сөздер берген. Бұл жерде біз былай сөйлем құраймыз. Get active every day. Яғни күнде активный бол деген, яғни қимыл қозғалыста бол деген сөйлем. Үшінші бізде lot, drink a water of деген сөздер берілген. Бұл жерде drink a lot of water болады, яғни көп су іш деген сөйлем шығады. Төртінші бізде 10 sleep hours дейді. Sleep 10 hours, яғни 10 сағат ұйықта деген сөйлем. Келесі бізде оқушылар. Exercise number 4. In pairs, write 2 more ways to a healthy body. Draw pictures, present them to the class деген. Яғни жұп болып, сау дене туралы тағы 2 жолын жаз деген. Яғни біз денеміз сау болу үшін не істеу қажетпіз? Сол жайлы 2 сөйлем жазсаңыздар болады. Яғни 2 жолын жаз деген. Және де сурет сал деген. Және де оны сыныпқа көрсетіңіз деген.
Оқушылар, деніміз сау болу үшін жалпы тағы да мысалға жаттығулар жасауымыз қажет, және де ерте тұруымыз қажет. Ол сөйлемді былай жазсақ болады, мысалға get up early, ерте тұру, және do exercises, жаттығулар жасау. Енді оқушылар, бүгінгі тапсырмамыз, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Егер ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар оқушылар. Және де каналыма тіркеліп кетіңіздер. Келесі сабақта кездескенше, see you next time. Goodbye, students.